Сабақтың тақырыбы хат немесе адамдар арасындағы өмірдастан және олардың түрлері мен тілі. Сабақтың мақсаты хаттар, оның түрлеріне тоқталу, хат түрлеріне рәсімделу, жазылу туралы мәліметтер беру. Топтық жұмыс жүргізу арқылы ұйымшылдыққа бір-бірін сыйлауға тәрбиелеу. Әдіс тәсілдері: почта ойыны, қызығушылықты ояту, проблемалық сұрақтар, СТО стратегиялары, болжам стратегиясы, топтық жұмыс, синхрон немесе бесжолдық өлең. Үй тапсырмасының тақырыбы: жеке адамдар өміріне қатысты іс-қағаздардың түрлері. Почта ойынын ойнату арқылы, хат арқылы сұрақтар тарату. Бірінші сұрақ: ресми іс-қағаздар стилі нешеге бөлінеді және оларға қандай іс-қағаздар жатады? Ресми іс-қағаздар екіге бөлінеді. Олар біріншісі адамның жеке өмір баяны туралы айтылады. Мекеме, ұйым жұмыстарының қатынастарына жатады. Оларға келісім шарттар мен бұйрық арыздар жатады. Арыз дегеніміз не? Арыз дегеніміз ол деген лауазымы жоғары тұрған адамның атына мәліметті немесе ақпаратты жеткізу арқылы жасалады. Морфология дегеніміз не? Морфология гректің морфо сөзінен алынған термин. Морфология тіліміздегі сөздердің құрамын, сөз тіркестерін, сөз формаларының түзілуін және өзгеруін, грамматикалық мағынасын зерттейді. Жаңа сабаққа кіріспе ретінде білім алушыларға Тараз қаласынан келген хатты оқып беремін. Сол арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашамын. Сосын мекеме басшыларының бір-бірлерімен пікірлесуге мүмкіндік болмаған жағдайда жасалатын қатынас құралдарының бірі. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Парғымызды хат жазу үшін мына 4 жайтты ескеру керек. Оған дейін мен сіздерге Мұзафар Әлімбаевтың хат деген өлеңін оқып берейін. Хат: алаңқай адамдар жолықсар, бірін-бірі құттықтап қолын қысар. Хаттамайдан пікірлер шайқасатын, өмір үшін байқасатын. Енді осы орайда мен сіздерге 3 проблемалық сұрақ қойғым келіп тұр. Бірінші: хатты біз неге адамдар арасындағы өмірдастан деп айтамыз? Енді келесі проблемалық сұрақ: осы күні сіздер бір-бірімен хат алысасыздар ма? Қандай жағдайда хат алысасыздар? Енді келесі үшінші соңғы сұрақ: қазір хат неге мүлдем сирек жазылады? 3 топқа тапсырма беріледі. 3 топ өздеріне берілген тақырыппен танысады. Яғни хат туралы мәтінмен танысу, білім алушы алған ақпаратымен топқа түсіндіреді, шебер жеткізе біледі. 3 топқа өткен сабақта тапсырма берілген болатын. Ол ұлы адамдардың жазған хаттарын тауып оқып беру. Шоқан Уәлихановтың хатынан үзінді, Баубек Оқышевтың хатын оқу, Бауыржан Момышұлының хатын оқу. Осы 3 тапсырма бойынша 3 топ дайындалып келіп, хаттан үзінді оқыды. Жаңа сабақтың тақырыбын болжам стратегиясын пайдалану арқылы тігінші мамандығымен байланыстырамын. Оқиға мазмұны арқылы баланы қиялдату, ойын, сыни көзқарасын дамыту, проблемалық мәселе туғызу. Осы орайда әр топқа тапсырмалар бере отырып, қиялдауына еркіндік бердім. 3 топ 3 тігін фабрикасы болады. 3 топ қызметтік хат, кепілдік хат, сұраныс хаттарды берілген үлгілер бойынша толтырып шығады. Тақтамен жұмыс жүргізіледі. Берілген сөйлемдер бойынша синтаксистік талдау жасалады. Сабақты синхрон әдісі арқылы бекіттім. 3 топ хат сөзіне 5 жолдық өлең құрастырады. Зат есім хат, сын есім жазбаша қызметтік етістік жеткізеді, жазылады, байланыстырады. 4 сөйлемі, хаттың бірнеше түрі бар, синонимі естелік. Екінші топ: Зат есім хат, сын есім ресми түрде жеке, етістік жазылады, ақылды оқылады, көреді. Айнұр Айымға хат жазды, синоним хабарлама. Өте жақсы. Үшінші топ: Зат есім хат, сын есім мағыналы түсінікті, етістік жазылады, оқылады, жеткізіледі. Сөйлем
құрау бойынша хат адам өмірінің маңызы синоним әңгіме. Енді жаңа тақырыпты барлығымыз түсінген сияқтымыз, хаттың адам өміріндегі маңызы туралы, хат және олардың түрлері туралы бәрін жеке-жеке тоқталды. Енді сіздерге қазір үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Енді бағалауға көшсек, барлықтарыңыз керемет дайындалып келдіңіздер. Барлықтарыңызды жауаптарыңызды мен мұқият естідім, көрдім. Өздеріңізде қарап отырсыздар, кімнің қалай жауап берген сол бойынша сіздерге журналға бағаларыңызды қоямын. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мен Абай атамыздың, ұлы Абай ақынымыз Абай атамыздың сөзімен аяқтағым келіп тұр. Тегінде адам баласынан немен озады? Ақылмен, ғылыммен, біліммен, ар-мінез деген нәрселермен бір-бірінен озады екен. Сондықтан біз білімге қарай ұмтылу керекпіз, ғылымды үйренуіміз керек. Сол арқылы біздің болашағымыз да жарқын болады. Сол арқылы біз Қазақстанымыздың дамуына да үлкен үлес қоса білеміз. Өздеріңіздің мамандықтарыңыздың нағыз маманы болу үшін білім үйрену керек. Сонымен бүгінгі сабағымыз тартымды, тартысты өткен сияқты. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.